Бізде тангенс альфа қосылған котангенс альфадан тангенс альфа деген өрнек берілген. Яғни бұл жерде барлығын бөлшектің алымында бөлімінде біз тангенс альфаға көбейтсек болады. Тангенс альфаға көбейтсек болады. Сонда өзгеріс былай болады. Тангенсті тангенске көбейтсек тангенс квадрат альфа болады. Қосылған тангенсті котангенске көбейтеміз. Бірі болады. Тангенстің тангенске көбейтсек тангенс квадрат альфа болады. Ал тангенс дегеніміз синустың косинусқа қатынасы. Ондай болса синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа деген болады. Ал бөлшектің бөлімінде тангенс квадрат альфа дегеніміз синус квадрат альфа бөлімінде косинус квадрат альфа. Қосылған 1 деп ала тұрайық. Сөйтек тағыны бұған енді бірінші бөлшек жазып қоямыз. Косинус квадрат альфа синус квадрат альфа. Бөлшектің бөлу амал екенін ұмытпаймыз, балалар. Ондай болса, көбейтілген бөлшектің ортақ еселігін берейік. Косинус квадрат альфа. Онда ол алымына түседі. Косинус квадрат альфамыз. Ал бөлшектің бөлімінде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деген болады. Енді бізде бөлшектің бөлімінде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа қалды. Ал алымында синус квадрат альфа. Ал енді бізде өрнекті тепе-тең түрлендіруде негізгі тепе-теңдікте синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы қосындысы 1-ге тең еді. Синус квадрат альфаның өзі қалды алымында. Ал енді 1-ге бөлгеннен еш өзгеріссіз. Синус квадрат альфа дегенімізді былай түрлендіріп аламыз. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1-ге дейміз. Синус квадрат альфа тең 1 азайтылған косинус квадрат альфа. Өзгереді, е, осылай. 1 азайтылған косинус квадрат альфа. 1-ді сол кей жазып қоямыз. Косинусымызды бізге нешеге теңдеп берді? Минус 0,4. Жақшаның сыртына квадратын жазып қояйық. Жазайық. 1 минус 0,4-тің квадраты 0,116. 0,116 жақшаның алдындағы минусымен бұлай кетті. Олай болса, 1-ден 0,6-ны азайтсақ 0,184 деген шығады.